Қалайсыңдар достар, бүгінгі видеода базар-және туралы айтатын боламыз. Мен есімім Ердәулет, жалпы бір ай мен базар-жәнені ұстадым. Әр апта сайын, немесе екінші апта, үшінші апта, төртінші апта өзімді қалай сезіндім, қандай нәтижелер болды, бір айдағы ойын кезде не болды, біреулер айтады, үйленіп кеткен жоқсың ба, немесе ана жерін жарылып кеткен жоқ па, қалай шыдадың деп неше түрлі қызықты сұрақтар қояды ғой, соның бәріне жауап беретін боламын. Жалпы сіздерге тағы да бір сөз беремін. Жалпы бұл видео менен гөрі сендерге пайдалырақ, сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Жақсы, онда кеттік, бастайық. Біріншіден, бастамастан бұрын мен неге, яғни бұны ойға келдім, неге, яғни одан өзімді бұл нәрселерден өзімді бас тартқым келеді, неге базар-жәнені өзімді сынап көргім келеді, соған тоқтала кетейін. Жалпы енді қазір бойдақ кезде, уақыт көп кезде, уақыт бар кезде сол нәрселерді көріп қалғым келеді. Яғни онымен қоса ютубта бүкіл жерде тренд болды ғой, мынаның пайдасы бар, базар-жәненің пайдасы мынандай өзіңді танымай қаласың, бір жылдан кейін бүйтпедесің, үйтпедесің деп. Одан бөлек мысалы уролог мамандар бар, айтатын, бұл зиян, просадит боласың, ертең анандай болып қаласың, тумай қалады, үйтіп қалады деп айтады ғой. Соны шын ба, өтірік па, өзім бірінші сынап көргім келді. Алдымен ойлап жүрген, ертең бұл просадит боласың, бұны егер базар жасай беретін болса, нәрселерден, яғни ауру боласың деген бұл. Енді сол үшін өзіме сынап көргім келді. Жалпы жігіттер, бірінші апта қалай болды өзі, соған тоқтала кетейік. Бірінші аптада өзім кәдімгідей сезім болды, күшті сезім бар ғой. Бұрыннан қойын деп жүрген, бұрын өткенде алдын урологтар айтып жүреді ғой, ертең просадит болып қаласың, ондай болмайды. Яғни айналым керек деп айтады ғой. Бірақ өзім әр анадан кейін, ана заттан кейін өзімді ыңғайсыз сезінетін, өзімді жек көріп, біртүрлі сезінетін. Бұны осыны мен бұрыннан қалап жүрдім мен. Яғни бірінші аптада тоқтатқаннан кейін бір апта бойы өзімді рахат сезіндім. Кәдімгідей өзіме деген сенімділігін артып, өзіме деген яғни сыйластық артып, күшті ол жүрдім, рахаттанып, ұйықтап, бүйтіп, өзіме деген, яғни өзіме қарсы іштей сондай болып жүрді. Ал енді бұл жақ маған ұнап бастады. Бірінші аптадан кейін, екінші аптаға келген кезде не ойладым, айтып жүреді ғой, қыздарға ертең кәдімгідей желаниен ашылады деп, бірақ екінші аптада болмады ондай, ешқандай бұрынғыдай болды, бірақ кәдімгідей іштей сезім күшті болды. Екінші аптада бір кәдімгідей өзгеріс, вау деп айтатындай, міне деп айтатындай. Таңғысын мен алдым бұрын жұмысқа 7:30-да тұратын, пробкада тұрып, қадалып, бүйтіп әрең жететін ғой. Таңғысын тұруға болады енді, 6:30-да барасың да, 6:30-да тұрасың, пробкасы өтуге болатын еді. Ал бірақ мен сағат 7:30-да тұрамын, пробкаға қадаланып тұрамын. Ал енді бұдан кейін ананы тоқтатқан екен ана бәрін. Яғни таңғысын 6-да, 6:30-да тұратын болдым да, жұмысқа 1 сағат ерте баратын болдым ғой. Реально кәдімгі намыстайын деп айтамын, бұл не емес, өздеріңіз көрдіңіздер, дәл сондай өзгерістер болды. Яғни ұйқы жағынан, ол рас, ютубта айтқандағыдай. Мен кәдімгідей ұйқым ерте қанатын болды. Бұрын 8-9 сағат, 10 сағат ұйықтайтын болсам, қазір 7 сағатта, 6 сағатта ұйқым қанық. Жұмыста шаршап, маужырап отпаймын, бүйтіп. Кәдімгідей бұл енді айтарлықтай, ауыз толтырып айтарлықтай өзгеріс болды. Ал жалпы үшінші аптаға келетін болсақ, бауырлар, мен бұрын ойлайтын, таңғысын тұрып ерте тұрған кезде айтжимайын жасасаң күшті ғой, кинодағыдай ше, тұрғасын айтжимайын жасайсың, тамақ ішіп кетесің, үйтесің, бүйтесің, кәдімгідей біреулер таңғысын тұрып алады да жүгіреді. Кинода сондай емес па? Мен солай істей алмайтын бұрын. Ал енді мынадан кейін, үшінші аптадан кейін, жүгіріп кеттім де айтпаймын мен де, таңғысын айтжимайын жасайтын болдым. Ерінбей. Бір подход, екі подход айтжимайын жасаймын да, денені ісіріп аламын да, яғни рубашка киіп аламын, жұмысқа барамын, әсім. Сондай, яғни маған бұл деген энергия болды, артық энергиялар пайда болды, күш пайда болды айтжимайын жасауға, ал бұрын шаршап, маужырап, үйтіп бірден жұмысқа кетіп қалатын. Ал жігіттер, сонымен 4-ші аптаға келсек, 4-ші аптада мынандай көзі ашып, яғни көзі бақырайып айтатындай өзгерістер болды. Ол өзгеріс жалпы кәдімгідей мен дауыс жағынан өзгерістер болды. Сенімді амандасқан кезде, ассалаумағалейкум сенімді, бұрынғыдай кішігірім бірдеңе бүлдіріп болғандай жіңішкелеп дауысымен айтасың ғой, бұрын андай кезде. Ал қазір ондай жоқ. Қазір бұрынғыдан қарағанда кішігірім нәтижесі бар дауыс жағынан. Ал тағы да бір маңызды бір нәтиже, оны айтпай кетпесе болмайды, айтпай кетпесе ол күнә. Яғни бұл деген бір жағынан ыңғайсыз болар,
бір жағынан қызық болып тұр, мен өзіме де қызық болды. Бұрын кезінде бала кезде осыдан 4-5 жыл бұрын өтіп кеткен, яғни бір балдармен, бір адамдармен уже арамыз не болып қалады ғой, яғни тіке-тірес. Жалпы мені ренжітіп қойған адамдар, мен жүрегімді қалып кеткен, бұрын төбелесіп қойған балдар, соның барлығы менің ойыма келіп, жүрегімде қайттан пайда болды. Өзіме ана ойлар келді. Ердәулет, сен қалай оларға солай мүмкіндік бердің өзіңді ренжітуге? Сен өзіңді сыйламайсың ба? Неге оны қайтып кегіңді алмайсың? Неге етпейсің? Неге сен өзің үшін тұрып бере алмадың деген сияқты неше түрлі ойлар келді маған. Неге деп өзімді жеп. Ал бұрын анандай, яғни бұған дейін, яғни маған бәрібір пофиг. Ренжітпесе де ұмытып кетіп олар. Яғни ондай дым, ондай сезінбедім. Ал қазір білмеймін, ол намыс пайда болды ма, жүрегімде дух пайда болды ма, білмеймін, сондай қазір сондай нәрсе болып отыр. 4-ші аптада. Ал жалпы бір ай болған кезде, бір айдан асқан кезде тағы бір қызық нәрсе. Ал болғанға дейін қыздарға деген ешше мен қарамайтын, мен коллегалардың біразы қыздардың атын білмеймін, коллега қыздарын, прикинь, аттарын білмеймін ғой, қарамаймын. Даты көсіппейді, маған пофиг болғаны соншалықты, как будто менде 5 балам бар сияқты ше, қыздарға қарамайтын ба. Ал қазір қыздарға не деген жылан деген ашылып араласып келіп тұрады қазір. Сол жалпы ал енді видеоның соңында қысқасы айтып кететін болсам, неше түрлі сұрақтар қойылады ғой. Ютубта осы ғаламторларда соларға жауап беріп кетейін. Мысалы, срыв болмау үшін не істеу керек, немен айналысу керек, оны қалай алдын алу керек? Ең бірінші өз-өзіңді, яғни жұмыс жасау керек. Өз-өзіңді бір нәрсемен айналысу керек. Мен өзім жұмыс жасаймын. 5 күн жұмыс жасаймын, 2 күн демаламын, 2 күн демалыс күнде өзімді бір некемен алдаймын, тренировка жасаймын, немесе базарға барып бір тірліктер жасаймын. Бір үйде болсам, ол кәдімгідей мүмкін уже болып кетуі мүмкін да срыв. Сол үшін барынша өзімді, яғни бір некемен алдап тұрамын, айналысып. Сол екінші, яғни алдын алу, андай ұятсыз 18+-тағы мәселелерді, ұятсыз нәрселердің барын алып тастау, қыздарды көрмеу инстаграмнан, барынша олардың отписка қылып тастау, мүмкіндігінше отписка қылып тастау бәрінен. Сосын жалпы осы. Ал енді соңғы менің мақсатым бұл жерде воздержание ұстаудың себебі, мысалы алдын неше түрлі ютубта докторлар, урологтар айтады ғой, бұл деген кәдімгідей зиян, ертең сен просвет боласың, застой болады, бірдеңе демей өзімді сынап көргім келіп жатыр, миым ашып кетті. Өйткені әркім әртүрлі айтады. Өзіме көремін, просвет болсам болдым, болмасам болмадым, сендермен бөлісетін боламын, жігіттер.